Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қазақтың ата салты бойынша бесікке салу дәстүрін көрсеткім келді. Ең алдымен бесікті осылай аластап аламыз. Сосын баланың басына шошымай тыныш жату үшін қайшысын, айнасын қоямыз. Сосын баланың төбегін осылай қоямыз. Енді бесіктің көрпешелерін тегістеп салып шығамыз. Жұмсақ болып жату үшін екінші көрпешесін де осылай тегістеп саламыз. Бесіктің арнайы осылай жастығы болады, соны қоямыз. Енді осылай салафанның астын жыртып, осылай үлкен дәрет мен кіші дәреті жайылып кетсе, көрпеше былғанбайтындай төсеп шығамыз. Өзім осы әдісті қолданамын. Ешқандай да үлкен дәреті, кіші дәреті жайылып, төсекті былғамайды. Енді жастығының үстіне осылай терлетпейтіндей ХБ материалдан жаялығын салып қоямыз. Енді аяқ жағына және қол жағына жұмсақ терлетпейтін ХБ материалдан жайлықтарын осылай төсеп шығамыз. Міндетті түрде ХБ материал болу керек. Бесікте баланың ұйқысы тыныш әрі таза болып жатады. Мен қыз баланы бөлейтін боламын. Осылай қыз балаға арналған шүмекті алып, ортасына батпайтындай етіп мақта салып шығамыз. Енді баланы осылай бөлейміз. Шүмекті осылай саламыз. Екі аяғын тік етіп, ортасына екі аяғы қатты бір-біріне жабысып тұрмайтындай етіп, мата қоямыз. Қатты жабысып тұрса, дисплазия осыдан пайда болуы мүмкін. Осылай екі аяғын қосып, бала жылы жататындай етіп, орап байлаймыз. Енді жаялығының бір бұрышын шүмектің артына осылай тіреп қоямыз, шүмегі жылжып кетпеу үшін. Енді қол жағын орайтын боламыз. Осылай көйлектерін дұрыстап жіберіп, қолын жақсылап қысып, орап шығамыз. Міне баланы осылай бесікке бөлейміз. Бесікте бала ұйқысы тыныш әрі таза болады. Осыдан 2-3 сағат тыныш ұйықтайтын болады. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, сіздер бесікке қалай бөлейсіздер, комментарийға жаза кетіңіздер.